Құрметті оқырмандар, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғылыми кітапханасының сайтына қош келдіңіздер. Сіздерді электронды каталогты пайдалану нұсқаулығымен таныстырамын. Ол үшін алдыменен сіздер library.kazan.kz сілтемесі арқылы ғылыми кітапхананың сайтына кіресіздер. Осы жердегі электронды каталог батырмасын басу арқылы электронды каталогқа кіреміз. Оң жақ бөліктегі басты мәзірге қарайтын болсақ, бұл жерде электронды каталог, ересен басылымдар, жаңа түсілімдер, кітапханашыдан сұрау, күнтізбелік іс-шаралар, виртуалды көрме, сенсорлы интерфейс. Электронды каталог бізде 4 мәтіннен тұрады. Мәліметтер қоры, электронды каталогы, электрондық ресурстар мәліметтер қоры, мақалалардың картотекасы мәліметтер қоры, диссертациялардың мәліметтер қоры. Бұл жерде сіздер кітапханашыдан сұрау арқылы электронды каталогқа кіру логин паролін ала аласыздар. Кітапханашыдан сұрау мәтінін басу арқылы сіздер өздеріңізге керекті сұрақтарға жауап аласыздар. Ғылыми кітапханаға қалай тіркелуге болады? Бұл жерде жеке куәлік, фотосурет. Электронды кітапханаға тіркелу логин парольді қалай алуға болады? Сіз kazanpu.lib.abon.email.ru поштасына өзіңіз жайында мәліметтерді жіберіп тапсырыс берсеңіз, сізді тіркеп логин парольді электрондық поштаңызға жібереді. Кітапхананың мекен жайымен танысуға болады. Онлайн тапсырыс қалай береміз деген кезде де сұраққа да осы жерден жауап алуларыңызға болады. Ғылыми журналдарды қалай алуға болады сұрағына Толқын Есенғазықызының электронды жәшігіне хабарласып алуыңызға болады. Қазір біз электронды каталогқа қалай кіру, қалай пайдалану керегін нұсқаулығымен таныстырамын. Ол үшін сіздер тіркелесіз. Қазір мен өзімнің аты жөнімді жазып, міне тіркелдім. Кіру тетігін басамыз. Міне электронды каталог мәліметтер қоры сізге ашылды. Іздеу тәртібі 2 жолмен жүреді. Кілт сөзі және кәсіби іздеу. Кілт сөзі арқылы өзімізге керекті бір пәнді жазамыз. Міне электронды каталогтағы бар тарих пәні бойынша 2661 кітаптың библиографиялық сипаттамасы, яғни библиографиялық жазбасы берілген. Міне өзіңізге керекті кітапты қарап алып тапсырыс берсеңіз болады. Енді электронды ресурстар мәліметтер қорын басатын болсақ, бұл жерде кітаптардың электрондық нұсқасын ашып қарап оқуыңызға болады. Қазақстан тарихы, міне Мусин Чапайдың. Енді бұл кітаптың библиографиялық жазбасы берілген. Электрондық нұсқасын басатын болсақ, міне кітаптың электрондық нұсқасы ашылады. Бұл кітапты сіз тек қана оқи аласыз. Көшіріп алуға, болмаса жүктеп алуға авторлық құқық бойынша рұқсат етілмейді. Міне кітапты ашып, кітапты үлкейтіп, жақындатып, алыстатып, кішірейтіп, өзіңізге қалай ыңғайлы, сол бағытта оқуыңызға болады. Енді келесі мәліметтер қоры, мақалалардың мәліметтер қоры. Бұл жерде де тарих пәні бойынша іздейтін болсақ, 1137 мақалалардың тізімі берілген. Бұл жердегі мақалалардың да библиографиялық жазбасы берілген. Осы жерден қай мақала, қай журналда, қай газетте берілгенін қарап тапсырыс беруіңізге болады. Енді біз кәсіби іздеу арқылы журналдардың электрондық нұсқасын көріп оқи аламыз. Журналға Қазақстан тарихы деп жазатын болсақ, Қазақстан мектебі, тағы да көптеген журналдарды ашып қарауларыңызға болады. Қазақстан мектебі, міне журналы ашылды. Библиографиялық жазбасы берілген. Түсінім тіркелуі бойынша ашып қарайтын болсақ, міне 17, 18, 19, 20 жылдардың нөмірлері берілген.
1-ден 7-ге дейін бірінші номерді басатын болсақ, журналдың электрондық нұсқасы ашылады. Бұл жерде де журналды сіздер ашып, көріп оқи аласыздар. Көшіруге не болмаса жүктеп алуға болмайды. Авторлық құқық сақталынған. Журналды тек ашып, жаңағы газет кітап сияқты ашып, үлкейтіп, жақындатып оқуыңызға болады. Осы біздің электронды кітапхананың электронды каталогы.